адам көркіші берек дейміз. Бірақ киім адамның сырт келбетін ғана емес, жан дүниесін, қызылды, жасылды әлеммен қарым-қатынасын да сипаттайды. Өмірдегі киім экранда костюмге айналады, ал костюм мінездеме, өмірбаян, философия. Сондықтан кинодағы костюм мен грим біз ойлағаннан әлдеқайда маңызды. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы костюм мен грим туралы айтамыз. Костюм кейіпкердің мінездемесі, кім екенін сөз шығындамай-ақ түсіндіретін визуал құрал. Танымал «Титаник» фильмі. Костюм дизайнері Дебора Линн Скотт осы жұмысы үшін Оскар сыйлығын алды. Ол киім арқылы бай мен кедей айырмашылығын ғана емес, кейіпкер бойындағы өзгерісті көрсете алды. Біз Розды алғаш көргенде ол орам жапырақ секілді. Көп қабатты көйлегі денесін қысып, қозғалысын шектейтіндей, бойжеткен қоғам ережелерінің құрсауында. Келесі бір көріністе ол Джекпен танысады. Роздың көйлегі қос қабатты. Сыртқы қабаты қара болғанымен ішінен қызыл астарын көресіз. Қыздың бойындағы қайнаған сезімдерді, өмірге деген құштарлықты, қоғамның қатаң ережелері қыспақ қалғандай. Ал фильмнің соңына қарай оның іс-әрекеті де, көйлегі де еркін бола түседі. Анаға апарар жол фильмі Лұқпанның кеңес идеологиясымен келіспеген сәті. Ол большевиктерден бас сауғалап Түркияға дейін жетеді. Бірақ тар жол тайғақ кешу оңай тимеген. Ілиясты шығарып салғанда Лұқпанның арып ашқан бейнесін көреміз. Киімі де, өңі де тозыңқы. Осылайша бір кейіпкердің костюміндегі өзгеріс бүтін елдің жай күйін меңзесе керек. Кейіпкер типтік бейнені жеткізсе, оның костюмі қоғам туралы айтуы мүмкін. Ал кейде адам жаратылысы туралы ой айтылады. Адам қалай өмір сүріп жүр? Ол ортасына бейімделуі керек пе? Оныкі көзге түспейтін сұрқай өмір ме? Бәлкім керісінше, сұрқай топтан болмысы бөлек шығар. Бәрі де киімінен ақ белгілі. Ермек Тұрсыновтың «Жат» фильмі. Ілияс Қаралы ауылға келеді. Салтатты, түлкі тымағымен тоны жарасқан, ат үстінде шалқая отырған. Қанапия Телжановтың «Атамекен» картинасын еске салардай, осы даланың маңғаз иесі. Бірдей сүреңсіз киінген, бір-бірінен еш ерекшелік жоқ жұпыны топпен салыстырғанда Ілияс сондай асқақ. Ол кеңестік жүйеге сыймаған, оны сыртынан бақылайтын еркін рухты адам. Кенет Ілиясты байқаған ауыл адамдары оған тап береді, жабыла тепкілеп соққыға жығады. Ертесіне Ілиястың шашы күзелген, ел қатарлы күпәйке киген, сынған кейпін көреміз. Оны сындырған қоғам, күштеп көптің бірі аңшы емес малшы қылған. Ол солайша қатардағы маскүнемнің біріне айналды. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Әділхан Ержановтың «Әлемнің бұла енжарлығы» фильмі. Бір қарағанда ауыл қоп-қоңыр тіршілік, бірақ салтанат оттай қызыл көйлегімен назарыңызды аулайды. Айналып келгенде бұл адам мен оның әлемдегі орны туралы шығарма. Бұл фильмде операторлық жұмыс та, суретшінің, оның ішінде костюм суретшісінің жұмысы да бірден назар аудартады. Мысалы, әдемі көйлектер киетін қыз бір қарағанда орынсыз киінген ғой. Ол шатыры тіпті мынау әлемге жат. Демек, адам мен оның ортасы арасында контраст бар. Қазақстандық Эльдар Шибановтың «Таупиязы» фильмі де сондай. Адам мен оның ортасының арасындағы контраст туралы. Мұндай фильмдер кейіпкерлердің сырт келбеті арқылы Қазақстан ғана емес, барша адамзатқа ортақ. Адамның қоршаған ортадан өзін табу, не таппауы тақырыбын қаузайды. Костюм суретшісінің жұмысы жарқырай көрінетін кезі костюмды фильмдер мен тарихи туындылар. Тәуелсіздік жылдарында тарихи жанр жаңа деңгейге көтерілді. Постотаршыл нарративтер визуалды түрде әсіресе ұлттық костюм арқылы айқыштала бастады.
Жас абай, Жамбылдың жастық шағы, Әміре, Балуан шолақ сияқты фильмдерді былай қойғанда, Мұстафа Шоқай, Біржан Сал, Құнанбай секілді кезеңдік тұлғалар туралы туындылар дүниеге келді. Мұнда негізгі мәселе дәуір шындығын жеткізе білу еді. Көшпенділер, Жау жүрек мың бала, Аманат, Қазақ хандығы. Бұл фильмдерден салтанатты, сұлулықты, дала эстетикасын көргендей болдық. Алайда костюм дизайнында әр тарихи кезең, өңір, аймақ, мәртебе, жас ерекшеліктеріне сай нюансты киім тігу, детальды жұмыс жетіспей жатты. Тарихи тақырыпқа алғаш қадам басқан режиссердің бірі Ардақ Әмірқұлов Отырардың күйреуі фильмін түсіргенде тосыннан із салуына тура келген. Было ли такой дресс-код? Отырар дәуірінде дресс-код болмады деп ойлайсыз ба? Әрине болды. Бай көпестер, кедей кепшіктер, әскери адамдар бәрі бірдей киінгенін деп ойласаңыз қателесесіз. Бәрі тура қазіргідей. Кімнің не нәрсеге қолы жетеді, кімге қандай киім ыңғайлы, соны киген. Біз сол дәуір тынысын беруге тырыстық. Мәселен, ол заманда жібек, мақтаға қарағанда тері қолжетімдірек болған. Өйткені теріден басқаның бәрі жоғары технологиямен өңдеуді қажет ететін. Біз қала тұрғындары мен билеуші тапты киіндіргенде сондай мәселелерді ескердік. Келді бір ел басына бүлік замон. Ұлттық киімді ең алғаш сән салтанатымен экранға шығарған Қыз жібек фильмі еді. Бұл сырттан жапсырылған емес, қазақ режиссері мен суретшілерінің көзқарасы. Фильм ұлт мәдениетінің экрандағы мейрамына айналды. Қыз жібек фильмі алғашқы сәтті, үздік туынды деп ойлаймын. Өйткені Гүлфайрус Исмаилованың өзінің суретшілік сондай эскиздерімен костюмдары жасалған болатын. Әрине ол костюмдердің біразы этнографиялық тұрғыдан алғанда өзгешелеу болатын және тіпті жаңаша сондай стилизацияға ұшыраған десек те болады. Өйткені мысалы желбезек көйлек деген сияқты ондай болмаған. Сол фильм үшін жасаған. Кейін ол сәнге айналып басқа фильмдерге жалпы сахнаға көшті десек болады. Бұл фильмде Құлахмет Қожықовтың да атқарған рөлі зор болған. Өкінішке қарай ол дайындық кезеңінде жобаны тастап кеткен болатын, бірақ оның да осындай бейнелік шешім жасауға қосқан үлесі зор. Белгілі британ жазушысы Вирджиния Вульф адам киімді емес, киім адамды киеді дейді екен. Өйткені киім адамның мінез құлқына әсер етіп, тіпті аузына сөз салып беруі мүмкін. Кинода айтарыңды жеткізу үшін диалог құру шарт емес. Киноның тілі тілсіз тіл. Ал оның бір аспектісі костюм. Костюм арқылы кейіпкер туралы деректік қана емес, астарлы ақпаратта жеткізуге болады. Кішкентай сұлулар фильмі. Тұрмысқа байланған, тағдыры әулет дәулетіне тәуелді қыздар, тәуелсіз болғысы келетін Джо Марч. Көрші бала Лоримен арасында бір нәзік сезім бар, бірақ екеуіне бірге болу жазылмапты. Қыздың еркіндігінде қос жеткіншек арасындағы жіпсіз байланысты да олардың киіміне қарап байқаймыз. Мына сары ала жилет, мына ақ жейде үстіндегі қызыл орамал, мына түстес бешпет, екеудің жаны ғана емес, киімдері де бір-біріне жақын болғысы келеді. Фильмде кейіпкерлер киім ауыстырады. Жағдайға, орынға қарай ғана емес, санасындағы өзгерістерге қарай. Кейіпкер келбетіндегі күрт құбылу оның болмысындағы, мінезіндегі, танымындағы өзгерістерден белгі береді. Джордан Пилдің «Жоғал» фильмі қара нәсілді жігіт, ақ нәсілді қыз. Крис Роуздың отбасымен таныспақ. Алғашында қыз джинсы көйлек киеді. Кейінде киімдері заманауи еркін. Ескіліктен ада болар деп ойлайсыз. Сюжет ілгерілеп, әлде бір құпиялар ашыла бастағанда, бойжеткеннің түр тұлғасы да өзгеріп шыға келген. Шашы жиналған, мойнына дейін жабық ақ киім. Оның ақ нәсілдің басымдығына сенетінін тұңғыш рет солай сезесіз. Кинодағы бояулар символикасы, фильмнің эстетикалық концепциясы кейіпкерлердің костюмінде де көрініс табады.
кадрдағы киім назардың кімде және не үшін болу керектігін айшықтайды. Биллді өлтіру фильміндегі Ума Турманның сары жалқын киімі оның санасындағы кейістік пен кек алуға бекінгенінің белгісіне айналғандай, әсіресе қара киген қарсыластарының жанында ол жасындай жарқылдайды. Жаздың 500 күні фильмінде Том қоңыр, Саммер көк түспен таныстырылады. Екеуінің киімдерінде ылғи да осы түстес киімдер бар. Томның Саммерге ғашықтығы артқан сайын оның айналасында көк түс көбейе береді. Бірақ қоңыр мен көк үйлесе бермейтін түстер. Біз Томның өз адамын тапқанын ол Autumn, яғни күз есімді бойжеткенмен танысқанда ғана түсінеміз. My name's Tom. Nice to meet you. I'm Autumn. Түс кейіпкердің ішкі әлемінен солай хабар береді. Қап-қара адам, полицейлер де, қарақшылар да қара киінген. Ал Бекзаттың ішкі әлемін ол қара түсті сырт киімін шешкенде ақшылдау жейдесі арқылы танимыз. Жазушы Падма Лакшми киіммен бірге мінезде киесің дейді. Ер мен әйел, жас пен кәрі киіміндегі айырмашылық ылғи да сюжеттің ажырамас бөлігіне айналады. Чтобы завтра деньги принес. Понял? Секер. Қыз болып дүниеге келіп, ұл болып тәрбиеленген перзент. Секердің өзін ұл санайтынын жұдырықтасуынан ғана емес, киген киімінен танимыз. Өзіне сатып алынған көйлекті қиғылап тастайтыны да позиция. Бірақ ақырында шындыққа көндіккен қыз көйлек киіп басына бант тағып шыққанын көреміз. Пошли. Сәбит Құрманбековтың тағы бір фильмі «Жиде кешіккен махаббат». Басында орамал, алдында алжапқышы бар сауыншы. Камера жақындағанда сауыншы ер адам болып шығады. Бұл кемпірі келместің кемесіне кеткен Қалтай. Сиыр сауғанда киетін киіміне ғана қарап, оның жалғыздығын танимыз. Қалтайдың кешіккен махаббаты Жиде, қаланың адамы, әппақ киімі, басына киген қалпағына дейін ерекше. Фильмнің соңына қарай Жиде қайтып келеді. Басындағы орамалы оның кім болып оралғаны туралы айтқызбай түсіндірген. Кино экрандағы киім мен бұйым күнделікті зат емес, өздерімен бірге қат-қабат мағына арқалай жүреді. Символ дәрежесіне көтерілген бұйымдар артық сөзсіз, көрініссіз ақ сюжетті алға жетелейді. Өйткені бейне бәріне түсінікті. Шың басындағы Шынар фильмі, ашаршылық жайлаған ел, ашыққан халықтың шарасыздығы мен ашкөздік. Бір тілім нан үшін бар байлығын беріп жатқан қарапайым халық. Қазақтың салтанатын сыпырып алған жоқшылық, соқыр саясат қолдан жасаған ашаршылық. Мұнда костюм мен зергерлік бұйымдар арқылы халықтың мәдениетіне төнген нәубет сипатталады. Қазаққа отаршылықтың қылған қиянатына ишара бар. Кинода әйел киімі көзқарас нышанына айналады. Яғни режиссердің әйелдерді қалай киіндіргеніне қарап, оның теңдік мәселесіне көзқарасын тануға болады. Әлемдік экранда әйел дуалистік бейненің тұтқыны болып келді. Я пері, я періште. Мэрилин Монроның әйгілі образы. Періште мен пері бір образда жолықса, ол Мэрилин болатын. Бейгүнәлік пен ынтызарлық та осы бір бейнеде тоғысқандай. Моника Белуччидің Малена фильміндегі рөлі, камера жұмысы, актрисаның жүрісі, күллі алаң және оның көйлегі назар аударатындай етіп түсірілген.
Кейт Уинслеттің тігінші фильміндегі рөлі, мұндағы қызыл көйлек шаң басқан қалашықтың бойына қан жүгірткендей. Қазақ экраны әйелді қалай көрсетеді? Ондағы әйелдер неге дәл осылай киінген? Мұның астарында не бар? Өмірдегі әйел стереотипсіз қарасақ, дәл осылай киінер ме еді деп ойланамыз ба? Аңшы фильміндегі алғашқы көріністер. Мұнда да камера жұмысы, кейіпкердің жүрісі, Қоңырлау ауылдағы көзге оттай басылар әйел киімі назар аударту үшін түсірілген. Ақсуат ауылының Маленасы. Сәлеметсіздер. Экрандағы періге орамал таққан аналар қарсы қойылады. Әлі де жас, бірақ әрдайым жинақы киінген символдық ана бейнелер. Қазақ киносында әйелдерді кейіптеу тұрғысында ең прогрессивті фильмдер 80-ші жылдары түсіріле бастағандай. Серік Жармұхамедовтың фильмі «Өтелмеген парыз», жалғыз ұлы қаза болған соң ұрпағын іздеп қалаға келетін ақсақал. Оның ұлына кейісті қыздар, кәсіпқой маман Әлимаш, ұрпақ сүйген уыздай сая. Ұстамды киім арқылы оларды не періште, не пері емес, қатардағы тағдыр иесі ретінде көрсетуге талпыныс бар. Актерлікте қиын ештеңе жоқ. Кейіпкердің сөздерін жаттап, бешпетін иығыңызға ілсеңіз болғаны, дейді екен Морган Фримен. Расында да экрандағы кейіпкердің өсуін біз оның костюміне қарап та бажайлай аламыз. Ал бұл актер үшін ең үлкен көмек, ишара. Анаға апарар жол фильмі. Фильмдегі үміттің есеюі костюм арқылы ұтымды жеткізілді. Алғашында ол ақ көйлек киген, қос тұлымы желбіреген бой жеткен. Ілиясты кездейсоқ көріп, көз жазып қалады. Сол сәттен бастап оның иығында лайым орамал. Астарлы түрде өзін қалыңдық сезінеді деген ой қылаң береді. Келесі көріністерде де ол шәл жамылып отырады, я жаулығы бар. Ол есейген сайын даламен реңдес сырт киім киеді. Ауылға көшіп келгенде де басында орамал. Тек мектепте шашы жиналған, әсіре көзге түспейтін киім киген. Мұнда біз оның шаш үлгісінің де өзгергенін көреміз. Осылайша үміт қос тұлымшақты қыздан ересек әйелге айналады. Күнделікті өмірге бояу жақсаң, поэзияға айналады деген пікір бар. Гримді де біз адамды сұлуландыру жолы деп қабылдаймыз. Ал шындығына келгенде мәселе сұлулықта ғана емес. Грим арқылы актердің жүзіне өмірбаян түседі, маңызды визуал ақпарат салынады. Мысалы, Шарлиз Терон өзіне Оскар берген Құбыжық фильмінде адам танымастай өзгерді. Қасы қырылып, кірпігі қырқылған, аузына протез киген, терісі қартайтылған. Атышулы қылмыскер Эйлин Вулрофтың рөлі актерлік ойын ғана емес, костюм мен гримнің көмегімен сенімді шыққан. Грим шеберлерінің ең бір жарқырайтын сәті қиялдағы құбыжықтарды дүниеге әкелетін кезі болса керек. X-мендегі мистикті сомдаған Дженнифер Лоуренс, Галактика сақшылары франшизасындағы Гамора рөліндегі Зои Салдана, Ғажайыптар еліндегі Элис фильмінде қызыл патшайым болған Хелена Бонем Картер грим көмегімен қиял ғажайып кейіпкерлерге айналды. Үздік грим үшін Оскар беру қажеттілігін алға тартқызған Дэвид Линчтің піл адамын қалай ұмытамыз? Есть такое понятие спецгрим. Арнайы грим деген ұғым бар. Оның керемет көрінісін біз су пішіні картинасында көре аламыз. Бұл бізде кең таралмаған, ал батыста оған арнайы оқытады. Гильермо дель Торо сияқты мәшһүр режиссерлар оған үлкен көңіл бөледі. Өкінішке қарай біздің кинода бұл сала дамымаған. Кім біледі, күндердің күнде біз де фэнтези жанрындағы фильмдер түсіреміз. Әзірге отандық мамандардан Ирина Струкованы атап айтуға болады. Ол аңыз кітабы, құпия орман, тыйым салынған билер фильмдерінде жұмыс істеді. Бірақ кейін Голливудқа кетіп қалды.
Қазір бұл саланы меңгеріп жатқан талантты жастар бар. Арнайы грим, арнайы әсерлер даму үстінде. В казахском кино Әлемде гримнің қандай түрлері қолданылады, соның бәрі біздің кинода да бар. Қажет болған жағдайда фильмнің сюжетіне қарай арнайы грим, пластикалық грим және арнайы әсерлер қолданылады. Силикон мен латекс та бар. Мынау тұрған бас солай жасалған. Мұны біз кино үшін емес, Лос-Анджелеске әлемдік көрмеге апару үшін жасадық. Онда бірнеше образ көрсеттік. Соның бірі албасты. Қазақ мифологиясынан алынған кейіпкерлерді шетелдіктерге көрсету қызық болды. Әзірге қазақ киносында грим шеберлері тыртық пен жарақат іздерін жасаумен көзге түсіп жүр. Жат фильміндегі Ильястың жаралы кейпін алыңыз. Ал тарихи фильмдерде актерлерге жел қаққан, күн қаққан кейіп жасаймыз деп гримерлер көбіне асыра сілтеп жіберетіндей. Аманат, Жат, Томирис сияқты фильмдерде бұл анық көрінеді. Мен ұнатпаймын гриммен жұмыс істеуді, өйткені кадр ол мысалы экран немесе камера ол адамдарды қалай бар солай көрсетеді. Ол жерде шынайылық бар ма жоқ па, жоқ әлде грим бар ма. Мысалы қазақ киносын көрсеңіздер, әсіресе мысалы Томирис фильмдер немесе басқа фильмдер гримді көрініп тұрады. Мұрт жабыстырса, мұртының астындағы гриміне дейін көрініп тұрады, бәрі өтірік екені көрініп тұр. Енді көрермендер ақымақ емес қой, олар біледі кімнің қандай екенін. Сондықтан да мен алдамауға тырысам. Мейкап гримге келгенде әлде қалыптасу жолында деп ойлаймын, өйткені бәрібір қалай болса да әлі де біздің мамандар үйрену жолында және мысалы үлкен жобалар түсіргенде біз көбінесе осындай шетелдің шеберлерді әлі де шақырамыз, мысалы өзіміздің жобаларымызға. Я не задумался об этом. Мен бұл туралы ойламаған екенмін. Отырардың күйреуінде біз гримді дәуірге сәйкес жасадық. Ол дәуірде жұрт қандай сақал қойды деген сияқты. Гримде әр дәуірдің, әр кезеңнің ғана емес, ситуацияға сай болуы тиіс. Жылап тұрған адамға көз жасын беру, соққыға жығылса көгерген белгілер салу деген сияқты. Шахмұхамед, қамсыз жатқанда тарпа бас саламыз ба десек, қазақтардың бізден бұрын қимылдағанын қара. Ішімізде олардың жансызы бар, Хайдар. Оның табығы Оспан Қожаның шамасы келмеді. Өйткені оның өзі жансыздармен сыбайласайды. Сынаптай шапшаң сырғуын көрмейсің бе бұл қазақтың? Мейлі. Дегенмен тарихи грим саламыз деп репрезентациялық тұрғыда қателікке ұрынатын жағдайларда болады. Қазақ хандығы мұнда Шайбани отбасын көрсету үшін олардың көзіне бояу жағады. Бұл британдық Бағдат ұрысы, кеңестік Бұхарадағы қызықшылық сияқты ескі фильмдерді еске салады. Батыс киносында азиялықтарға қатысты стереотиптер орыс киносына және сыналап қазақ киносына да енгендей әсер береді. Өнердің мақсаты дүниенің сырт келбетін емес, өзегіндегі мәйегін жеткізу. Бірақ кино визуал өнер болғандықтан, мұнда мазмұн пішін арқылы мен мұндалайды. Сондықтан келесіде кино көргенде кейіпкерлердің түр-түсінен олардың рухын іздеуге шақырамын. Келесі киноскопта кездескенше.